Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандар. Біздің кезекті подкасттың қонағы бізде Сымбат. Қош келдің. Қош көрдік. Біздің енді мынадай жасап жатқан жаңа жобамызға келісіміңді беріп, уақытыңды бөліп келгеніңе біріншіден рахмет айтамын. Бірден сұрақтан бастай берейін. Сен кімсің? Тағы да айта өтейін. Қош көрдік. Өзімді таныстыра кетсем, есімім Сымбат болады. Күндос қызы. Жалпы қазіргі таңда өзімнің жеке өнерім, мамандығыммен өнер мектебінде осы Ырғыз ауданында жұмыс жасап жатырмын. Қосымша бизнес дейді ғой, бизнес саласында косметика әлемі, қазіргі таңда қыз-келіншектерге арналған косметикалармен айналысып, сол бизнесімді жүргізіп отырмын. Енді бұл Сымбат десе, бізге енді косметика көзіне елестейді, оны енді мына аудандағы қыз-келіншектердің барлығы біледі. Өнер мектебінде бұл енді өзіңнің жұмысың, өнерің, біз білмейтін басқа қандай қырлыстар бар ма? Бұл мысалға жаңа бизнесті дамытумен өнер жағынан басқа. Өнер жағынан басқа мен универсальныймын деймін ба? Осы уақытқа дейін косметикамен айналыспас бұрын мен 3 жыл бойы тортпен айналыстым, тәттілермен. Онда да менің клиенттерім өте көп болды. Қазіргі уақытқа дейін косметикамен айналыссам да торт жасайсың ба деп жазып тұрады, оқырмандарым бар. Айналыспаған нәрсем жоқ, енді көп нәрсемен айналыстым, сетевоймен де айналыстым. Ең соңында түптеп келгенде маған косметика жақын болды. Қазір сол бір неге тоқталып отырмын. Екінші сұрақ, енді өзіңе нені қатты қабылдай алмайсың? Бұл маған керек емес деген сияқты. Көбіне адамдардың барлығы өзіне сын айтқанды қабылдай алмайды ғой. Сен де сын көтермейсің. Сын көтере алмаймыз, бірақ барынша соны түзеуге тырысамыз. Артынша ойланып, осылай деп қалды ғой, демек солай түзеу керек болып тұр ғой деп, соны түзеуге тырысамыз. Ойландырады. Иә, ойландырады. Хобби және фобия. Фобия менде андай жыбырлап атқан, көбінесе жылан, сосын құрттар, сондай адам мықты қорқамын. Көп адамдардың фобиясы. Иә, көп адамдар содан қорқады. Ана вообще ойыншық жыландар болса да жоғламаймын ғой, ұстамауға тырысамын, неғылым қашып. Енді хобби дегенде хоббиім көбісі жаңағыдай ән айтуды айтпай-ақ қояйын, енді ол өзімнің мамандығым ғой. Түрлі видеолар түсіру, сосын қыдырғанды жақсы ұнатамын. Егер де мүмкіндік беріліп жатса, бір өзіңнің мінезіңді түзетуге, қандай, мысалы, былай жағынан айтқанда, қандай мінезің ұнамайды деген сияқты, сол мысалы мінезіңді түзетер едім деген сияқты. Иә, мінез бәрінде бар ғой, бірақ менде мынадай мінез бар да, ол мінезге жата ма, білмеймін, қалыпқа жата ма, қиялимын да, мықты қиялимын, арманшылмын, соған тез жетуге тырысамын. Бірдеңе ойыма келді ма, уже ұйықтай алмаймын соған жетпейінше, тынымсызбын да, сондай. Ол жағынан қасыма жолдасыма да маза бермеймін, соған жетпейінше уже тынымсызданамын. Сол маған кейде ұнамайды да. Неге? Уақытында болмай қалама, уже мен деген соған ашуланып, ренжіп бастаймын да, уже тез болмады ғой деп, тез жетуге тырысамын да. Маған керісінше ол жақсы нәрсе сияқты. Біреуіне жақсы ұнайтынша, бірақ дәл сол қалыпта болған кезде жете алмай қаласың ба, уже ренжіп қаласың да соған. Бар, настроение түспейді. Былай қарағанда негізі ол жақсы нәрсе сияқты. Өйткені мысалы адам ойламай, ештеңе ойламағаннан гөрі бір нәрсені қиялдап, соны мақсат тұтып, сол мақсатқа жетуге үшін еңбек еткенін білмеймін, былай жаман нәрсе сияқты. Кей кезде кері әсерін тигізіп тұрады. Енді бұл косметикамен бірге әлеуметтік желі, Инстаграм дейді ғой, қазір Инстаграмды өте қарқынды жүргізесің, белсенді. Неше оқырманың бар? Қазір менде 53 па 56 мың қалып тұрмын. 56 мың, мен 53 мың. Неше жыл болды Инстаграмда? Инстаграммен 2019 жылдың наурыз айынан бастап аштым парақшаны, содан бері жүргізіп келе жатырмын. Үздіксіз. Бұл жаңағы әлеуметтік желіні осындай қарқынды жүргізуге не себеп?
мен парақшаны екі бағытта жүргіземін. Бір жағынан косметикаларымды сата отырып, өзімнің әлемімді де көрсетуге барынша тырысамын. Өйткені кез келген оқырман болсын, парақшадан жалығып кетпесін. Тек қана косметика көріп отырғысы келмейді. Мысалы, өз жаңағы әлеміңді өз әлемімді көрсету. көбіне енді мысалы блогерлер дейді ғой қазір, көбіне өз өмірлерін мысалы құпия ұстайды да, жариялай бермейді. Сендегі бұл жаңағы мен өзім жеке енді бақылаймын, күнделікті қарап отырамын. Бірақ жаңағыдай айтып отқанымдай жеке өмірлерің, мысалы балапандарың деген сияқты көрсетіп жатырсың. Кейде мысалы отбасындағы қуанышты жағдай деген сияқты. Бұны жаңағы оқырмандарды жалықтырмау үшін дейсің. Сен үшін ең жаман нәрсе қайсысы деп ойлайсың? Сәтсіздікке ұшырау ма, болмаса бір нәрсеге батылдық танытпау ма, тәуекел етпеу ма? Сәтсіздікке ұшырауы болмай қалса, сәтсіз болып қалса, сол үшін жаман нәрсе. Бастап, бірақ сәтсіздікке ұшыраған бұл. Сен үшін зона комфорта деп айтады ғой қазіргі таңда. Бұл жайлылық па? Иә. Сол жаңағы мысалы, жаңа айта кеттім ғой, қасиетімді. Соған қиялдадым ба, соған жеттім ба, уже мен жаным жетеді. Содан рахаттанамын. Бір кездері енді жастар орталығы жаңағы волонтерлармен жұмыс жасаған кезде сол жаңағы өзіңнің ұжымындағы волонтерлардың топ жетекшісі болдың, иә? Сол жерде байқаған шығарсың, енді оны ол жерде де емес, былай қазір қоғамда да көруге болады. Бізде жастардың белсенділігі сәл төмендеу деп айтайын. Қандай кеңес бересің белсенділік көтеруге? Қазіргі жастар ондайға көп жүре бермейді. Мысалы, ол жерде еңбек ақысын төлейміз дейтін болса, жүгіріп тарайды. Материалдық жағдайға көп қалайды, мысалға бір шара немесе байқау ұйымдастырсаң, барлығы мысалға қандай сыйлық қойылып жатыр, қандай қомақты қаржы деген сияқты, бірінші соңынан естейді. Оған сен бару керексің, сен міндеттей алмайсың да, ол жастың өз еркі болғандықтан. Мысалға неге ол мысалы қоғамда, енді ол жалпы мысалға біздің жаңағы әкімшілік тарапынан болсын, жұмыс тарапынан болсын, бір берілген тапсырманы орындамай-ақ, неге өздері мысалы мен өзім бір жағынан қарағанда өзін көрсету ғой, қоғамдық ортада. Неге сондай белсенділік болмаса, өзің көзқарасың бұған, болмаса мұны қалай? Қазіргі жастардың көбісі тек бір жұмысқа ғана қарап отырмайды, қосымша табыс тапқан жақсы көреді. Кейбіреулер үйден сатады, мысалы. Мен ойлаймын, мүмкін соған қарай уақыттарын соған қарай бөлгісі келетін шығар. Жаңа заманның талабы дейсің, материалдық жағдай. Бұл жерде ол үлкенге көмектесу керек еді, мына жерде былай жасау керек еді деген ойлап тұрған жоқ. Олар тек өздерінің мақсаттарына жету керек, өздерін ойлап деп ойлаймын. Заманауи ой. Егер де бір жылдық болсын, мысалға алдағы өміріңдегі басты мақсат ақша табу болса, қалай баюды ойлайсың? Кез келген жолмен ба, болмаса мысал ретінде ма? Мысал ретінде. Тек қана мақсатың сол ғана бол. Осы қосымша жұмыспен бірге бизнес тауып жүрген. Егер бұларға мүмкіндік болмаса? Бұларға мүмкіндік болмаса, сондай жағдайда ақша табудың жолдары өте көп қой. Үйде отырып. Мен мысалы таргет жүргізуді істедім үйде отырып. Қосымша ипаш беруді қазіргі жастарға жақсы мүмкіндік болды егер телефонмен жұмыс, оны да көп жақсы табыс табуға болады егер де біліміңді әрі қарай шынтаудың жолы өте көп. Рахмет. Енді өз косметика енді өзіңе алмайтын шығасың, бірақ киім аласың, өзіңе қажетсіз зат немесе киім алған зат кез болды ма? Оны сосын мысалға пайдаланбадың, ол әлі үйде тұр ма, болмаса біреуге мұқтажыңға кетті ме дейсің? Көбіне мысалы кейде өзіңе ұнаған киімді
ана аласың да, бірақ жолдасыңа ұнамай қалады ол киім. Күйеуге тыйым салынады, сондай кезде де киілмей қалатын киімдер болады. Бірақ барынша оны енді мұқтаж жанға бергенде де ол кимеуі мүмкін, ол жерде жатып қалуы мүмкін, немесе мусорға лақтырып тастауы мүмкін деп солай қорқамын да. Барынша өзімнің сіңлілерім өте көп қой, соларға беруге тырысамын. Енді мұқтаж жан дегенде сондай ғой, мысалы өзіңнің тумаң болсын, сіңлің болсын, қайын сіңлің болсын деген сияқты, мысалы қалайды да, мысалы мына қатты ұнап тұр деген сияқты. Сен бірақ өзің қимайсың да, Кимейсің да. Кимейтін болсам беремін. бірақ бересің. Адаммен араласқанда қалай енді өзіңе клиент көп келеді ғой, сырт келбетіне қарайсың ба адамдар араласқан кезде? Жоқ, мен адам талғамайды екенмін. Кейбір адамдар болады, адамды менсінбей, басқа жерге алған тәкаппарлық танытып, көбіне мен олай клиенттерге олай қарамаймын. Барынша өзім қарапайыммын. Мүмкін сырт келбетке тұйық болғасын, мен де тәкаппарға ұқсайтын шығармын. Мысалы, кейбір адамдар мен айтқан бетіме адаммен араласасың ба, өзің біз әлде менсінбейсің ба деген сияқты олай айтылған. Бірақ менде жүрегімде қарапайымдылық, сол өмірден өткенше қарапайым болады. Мүмкін сен мысалға клиентке сырт келбетіне қарамайсың, өйткені ол саған клиент ол. Иә. Клиентке үнемі жайдары мінезіңмен күліп қарсы алу керек қой. Мысалы, менде клиенттерім бар, бір нәрсені жерге тырсылдатып тастап жатса, мен оларға айқайламауға тырысамын. Жоқ, жаңа айтайын деп тұрған сұрағым, ол клиентке енді по-любому енді қалай болса да жақсы қарайсың да. Былай жағынан айтайыншы, мысалға жұмысқа бір ата-ана баласын алып келді, немесе сол сенің алдыңда жүрген оқушысы, білмеймін, бірдеңе бүлдірді ма, бірдеңе, әйтеуір ата-анасы келді. Оның сенің сырт келбетіне қарап сөйлесесің ба деген ғой, мысалға мынаның түрі ұнамай тұр, қалай солай сөйлесіп деген сияқты. Жалпы мысалы клиенттен бөлек кез келген қандай адам болса да, жұмыста болса да, барлығымен өзім салмақты қарапайым тілмен сөйлесемін, ешкіммен ұрысып олай сөйлеспейді екенмін. Мақтау менсінді қалай қабылдайсың? Мақтаса да соған алып отырамын, немесе мақтауға есіріп кетемін деген сияқты. Екеуінде де жылап қалады екенмін. Мақтаса да жылайсың? Иә. Мақтаса да көзімнен еріксіз жас шығады. Қазіргі жасап жатқан жұмысың өзіңе ұнай ма? Мамандығым ба? Енді мамандықпен жасап жатсың қазір. Иә. Мамандықпен жасап жатсың. Мен негізі мамандықпен жұмыс жасағанмын да, оқуға өнер саласына түстім, одан кейін сахнаға кетемін деп ойлағанмын ғой. Содан қазір мұғалімсің. Қағдырмыз, қазір мұғалімбіз. Ондай қатты ұнамайды. Бізде енді соңғы сұрақ, әлі дәстүрлі сұрақ деп осылай қойдық. Сізден бізге ұсыныс болмаса идея, біз болғанда бізде жастар орталығына. Сіздер мысалы осылай істесеңдер, болмаса алдағы уақытта осындай бірдеңелерді ұйымдастырсаңыз деген сияқты. Менде болады, мысалы бізде Ырғыз ауданында келіндер сайысын өткізеді ғой, үнемі жылда өткізеді, арай мәдениет ұйымдастырады оны. Енді оны сіздер ұйымдастырыңыздар деп олай айта алмаймын, бірақ ұсынысым ғой, жаяу келіндер сайысын ұйымдастырған уақытта таныстыру, өнерін көрсету деген сияқты сол бір сарынды өтеді да жыл сайын. Ама ондай ұнамайды. Керісінше келіндерді сынау ретінде, мысалы нан жаю, сол жерде уақыт беріп 5 минутта осы камерада жайып болу, нан ашытқанда нанның осылай көтерілу деген сияқты келіндерге сондай сыни тұрғыдан сайыс өткізген қалаймын да, осы Ырғызда неге солай өткізбейді екен деп. Ұсынысыңды қабылдаймын. Алдағы уақыттағы жоспарға енгіземін деп айта аламын. Бірақ деген бар ғой, былтыр мен тап осыны ұйымдастырғым келді да, тап осы өзің айтып отырғандай форматта. Бірақ ол жерде келін деген жоқ, мен келін сайысы деп қомақты сыйлықта қойдық, бірақ қатысатын адам таппады. Өйткені енесі не болса келіні бірдеңе жөге, біреу келсе, біреу келіспейді деген сияқты. Рахмет, көп сымбат бізге осындай уақытыңды бөліп келіп, іштегі сыр сұхбатыңмен бөліскенге. Сәттілік тілеймін.